Саламатсыздар, құрметті ұстаздар. Біз қазір сіздермен Pascal Magnetic Field, яғни магнит өрісі құрылғысымен жұмыс жасаймыз. Оның түрі осындай. Мынандай астында қара ұстайтын жері бар. Жұмыс жасайтын болсақ, мынау ұшымен жұмыс жасаймыз, я. Керек жерге біз осы ұшын апарамыз да, сөйтіп магниттік өрісін естеміз, өлшейміз. Мына жақта бізге қосатын, зарядтайтын жерлер бар, батарея және Bluetooth-ның жаңағы қосылып, қосылмаған көрсететін осындай жерлері бар. Енді жұмысымыз бастайық. Бұл жұмыс үшін біз SparkView программасын, бағдарламасын қолданамыз. Бұл жақта жарайды. Ортасын басып, біздің құрылғымызды қосамыз. Қосылып тұр ма біздің құрылғы? Magnetic Field деген, мынау қосылмай тұр, оны қосамыз. Сол. Енді мына жақтан не керек бізге? Бізге магнит жаңағы өрісінің күшін X, Y немесе Z қай өсі бойынша керек болса соны таңдайсыз, немесе осылай тұра берсін. Магнит жалпы өрісінің күші. Мына жақтан мысалы цифр мен график таңдасақ болады, қайсысы сізге ыңғайлы? Цифр мен график. Мақсатымызға қайсы жеткізеді, соны таңдаймыз. Енді біз не істейміз? Бастауды басып, жаңағы өзіміздің құрылғымызды, мысалы біз магнитпен жұмыс жасап көрейік. Көрдіңіз ба? Қазір біз оның магниттің солтүстік және оңтүстік жақтарына не істейміз? Апарып көреміз. 49-да 2 болып тұр, Тоқтатыр ма? Жоқ, тоқтатып қойыңыз. Қалай өзгеріп жатқанын көре берейік. Енді оның екінші жағына апарып көріп жатырмыз. Ол бізде оңтүстік жағы. 49-да 3 қой. 49-да 3 болып тұр. Ауыстырғанда ғана. Енді оның шетіне апарсаңыз, ортасына апарсаңыз болады. Көрдіңіз ба, қалай өзгеріп жатқанын? Яғни бұл арқылы балалар магниттің солтүстік және оңтүстік жақтарын салыстыра алады. Қай жағында магнит өрісі көбірек, қай жағында азырақ, Ортасында, шетінде. Бұл теориялық білімге сәйкес келе ма? Соны тексеріп көруге болады, Бұл магниттен басқа қандай сабақтан мысалдар беруге болады? Қандай тәжірибе жасап көруге болады магниттен басқа? Бұл датчикпен ба? Қай жақта бізде магнит өрісі мысалы көп? Телефон, Заряд, басқа? Мысалы біз не істейміз? Шашымызды электрлейміз. Ручкамен Үйкелеген кезде. Не істейміз ғой. Сол сияқты қай жақта магнит өрісі бар, сол жақтың бәрін осымен өлшеуге болады. Өте оңай. Ертең мысалы оны ары қарай жалпы магнит өрісі емес, X, Y және Z осьтары бойынша оны да жасауға болады. Мен сияқты жалпы сондай өте жақсы, қызық эксперименттер, тәжірибелер көрсетуге болады балаларға. Эбонит таяқшалардың сол бәрін, соған көрсетеді ғой, үйкелеген. Онда жасауға болады. Жалпы осы, рахмет, сау болыңыздар.